Ең айымғы дәуірден бүгінгі күнге шекем жәмиет тұрмысы менен үнілес жасап кетірған аяқ ойыны өнері сезімлерді харекет хамде халатларда, мимикаларда сондай нәзік аңлатады, таң қалмай ләзімі жоқ. Бүгінгі санымыз арқалы болса, аяқ ойыны өнері соның ішінде өзбек халқының милли тәкрарланбас аяқ ойыны өнері тарихына жүзленеміз. Бұл Жайхун Жойбары. Апай харекетлерге жан беру, олар арқалы көркем образ жарату менен хақиқи аяқ ойыны өнері дөреиді. Яғни бізге шекем жетіп келген аяқ ойыны өнерлерінің түр хамде жанрларының раң бареңлігі таң қаларлық дәрежеде. Бүгінгі аяқ ойыны өнерімізде болса бір қанша анық қатламлар көрініп тұрады. Яғни келіп шығуына қарай ата-бабаларымыздың дәслепкі түсініктеріне байланысты еліклеулер хамде мәресім ойынлары. Бір уақытлары зардуштиліктің рамзи образлары хамде мұхаддис кітабы авестотикарлары менен байланысты халда жүзеге келген аяқ ойынлар. Және де орта әсірлерде мақам музыкасы менен беккен байланысты қалыптасқан классикалық аяқ ойынлар. Және де соны айтып өтуіміз керек. Бұхара әмірлігі, Хиуа хамде Қоқан ханлықтары аймақларындағы қалыптасқан Бұхара, Хорезм хамде Ферғана аяқ ойынлары. 20-ші ғасырлерде кәсіптік хамде хәуескерлік ансамбльлері қызметінде кең рауажланған халық сахналық аяқ ойынлары. Және де заманауи эстрада, цирк, театр аяқ ойынлары, балалар аяқ ойынлары. Осы видео арқалы біз өзбек аяқ ойынларының тарихы хамде бүгінгі рауажлануына назар таслаймыз. Айтып өткенімізде бұл Жайхун Жойбары хам, біз баслаймыз. Мәлім болғанындай аяқ ойыны өнерінің міне осы барлық түрлері, жанрлары, ұсынлары бір-бірінен ажыратылмаған. Ал тәжірибелі артистлер хамде хәуескерлер дүрітушілігінде, халық хамде кәсіптік ансамбльлер іскерлігінде олар бір-біріменен байланысқан хам өзара тәсірлескен халда жасап келеді. Еліде өзбек аяқ ойыны өнерінде бір-бірінен дене халатлары, қол хамде аяқ харекетлері, құрамы, композициялық дүзілісі, киімлері менен парықланушы, Хорезм, Бұхары хамде Ферғана ұсынлары анық көзге тасланып тұрады. Аяқ ойыны ұсталары, балетмейстер, ансамбльлердің басшылары аяқ ойыны ұсынларының өзіне тәнлігін, эстетикалық өзгешелігін пәк сақлауға харекет етіп келеді. Хорезм хамде Бұхарада қазірге дейін қайрақ пенен ұсыл беру, қол хамде аяқларға қоңыраушалар байлап шығу, яғни зәң. Хорезм аяқ ойыншыларының жығалы қалпақлары хамде көкірекке тағылатығын барғақлары. Бұхара аяқ ойыншыларының көбінесе зер нағыслы, кең көйлеклері хам биік касабалы бас киімлері елге дейін қадірлі. Ферғана аяқ ойынында болса дәп ұсулары, пұқта ісленген қол харекетлері, жылуалары ахметлі орын елеп келеді. Міне осындай бай тарихқа тең жоқ атқару бағдарына ие болған милли аяқ ойын өнеріміз халқымыздың бейбаға байлығы спатында тән алынады. Қарқандай дәуір хам жәмиетте оның жәмиетлік тұрмысын көркем өнер өзінде сәулелендіреді. Бай өнері өзінде тұрмысты көркем суретлейді. Инсан сезімлерін, пікірлерін, сөзлер құралысыз, тек харекетлер хам жүз көрінісіменен ашып береді. Инсанның сезімлері хамде өзара қатынасын дене харекетлері арқалы білдіру процесінде қалыптасып, рауажланып келген аяқ ойыны өнері әрбір миллеттің өзіне тән тәреплерін көрсетеді. Кәсіптік аяқ ойыншылар аяқ ойыны сырларын ұзақ жылдар дауамында үйренеді. Аяқ ойынының ең әпуайы техникасын елегеннен соң оны орынлап батырғанда ұсулға түсу, қағидаға кіріп қалған формаларды еслеп қалу талап етіледі. Аяқ ойынды үйрену хамде алуды дұрыс жолға қоюды өзлестіруде
талап етіледі. Қадды қауметті тік тұту hamde бұлшық ет күшін бөлістіру сияқты өзіне тәнлік те өзбек дәстүри аяқ ойынының 3 классикалық мектебінің har бірі бейтәкрар екенлігін көрсетеді. Европа классикалық аяқ ойынының дәслепкі қалатында қадды қаумет дәділ тұтылып, аяқ бұлшық етлері дізелер терең, иінлер еркін, иін түсірілген, бел тегіс, қолар бұлшық етлері шығанақтан біраз иілген болады. Ферғанаша аяқ ойында да аяқ бұлшық етлері табаннан белге шекем тартып тұтылады, бірақ бел бұлшық етлері біраз бос қойылып, аяқлары біраз бүгіледі. Әсте қадем тасылап жеңіл отырылады, тізе де өз орнына келеді. Аяқлардың жеңіл иілу себеплі классикалық аяқ ойындағыдай контрапункт сызығы белдің кіші орайлық бөліміне емес, ал иін бұлшық етлері бөксеге басым өткереді. Қолар я еркін, я жиналған халатта болады. Ферғанаша биде қолар созылған болып, олар өсімлік дүниясының көркемлік көрінісіне айланады. Яғни жапырақлар хам майсалардың самалда жеңіл тербенісі білдіріледі. Хорезмше аяқ ойынларда болса, аяқ бұлшық етлері күшлі батырдан дізеге қаратылып, дізелер бүгіледі. Соқлық су сызықлары бел, бүксе, дізелер ортасында өзгеріп тұрады. Иін біраз төменге салбырайды. Қоллар да еркін қойылып, бармақлар барқылы нәзік харекетленеді. Олардың нәзік дірілдеуін көрсету үшін көп шынығу істеуге тура келеді. Хорезм аяқ ойынлары өсімліктер дүниясын емес, ал жануарлар дүниясын өзінде сәулелендіреді. Ондағы харекетлерді құстың ұшуы, аттың шабысы, кекіліктің жортуы сияқтыларды аңлау мүмкін. Хорезмше аяқ ойында дененің айрым харекетлері, ондағы құрамалы аяқ ойын тілі хайуанат дүниясы тұрмысын сәулелендіреді. Онда кеңсілік толық иеленеді. Қадды қаумет тап ұшып баратырғандай, қоллар кейде кескін, кейде нәзік харекет етеді. Хорезмше аяқ ойында кескін отырып тұру, секіру көп. Онда көкірек бұлшық етлері көп мәрте сілкінеді. Бұқара аяқ ойынында болса, фигураның иіннен төмен бөлімі еркін қойылады. Дене харекеті давамлы хамде сырлы, оны орынлауда бұлшық етлер күші бағдарын өзіне тән тәрізде шөлкемлестіру талап етіледі. Бел бөлімі болса артқа тартып тұрылады, яғни испан ойынындағыдай. Бұл қоллардың еркін, тез харекет етуіне жәрдем береді. Аяқлар ярым отыру, ярым айлануға таяр тұрады. Сол текарында аяқлардың толық бұрылуына имканият жаратылады. Бұқараша аяқ ойынларда ферғанадағыдай қоллар созылмайды. Оларда шығанақлар қатты бүгілген халатта болып, бармақлар харекеті қорқақлау шығады. Харекетлер хамде бармақлардың сартылдысы музыкаға сәйкес келеді. Қадды дүзеу, шоқ адымлар болса абуайы болады. Өзбек халық сахна аяқ ойынының қалыптасуы бірінші кезекте 20-ші ғасыр басында қызмет көрсеткен Асқар Хажы Хайдаралиевтің ансамблі және де атақлы аяқ ойыншы Хамдамханның атыменен тығыз байланыслы. Яғни Хамдамхан Ферғана ойпатының қалаларында, сондай-ақ Ташкент хамде Самарқандта 1905 жылы болса, Кавказ арты ерлерінде өзбек халық аяқ ойынын жаңа текарда сахналарда орынлаған. Ол жаңа бағдарды баслап берді. Әсіресе халық сахна аяқ ойынының рауажлануында Ұсталым Камилов, Юсуфжан Шакарджанов, Тамара ханым, Мукаррама Турғынбаева, Исахар Акилов, Гаухар Рахимова, Құндыз Мыркаримова және де Разия Каримова хам басқалар онлаған аяқ ойын ұсталары. Бахар, Шадлық, Ләзгі сияқлы ансамбльлерде қызметі үлкен. Балетмейстерлер хамде композиторлардың харекетменен онлаған жеке тәртіпке орынланатығын ойынлар, дуэтлер, көплеген аяқ ойынлар еліміз хамде дүние тамашагөйлерінің бірнеше әулядын өзіне тартып, өзбек аяқ ойыны өнерінің ғазинесінен орын алды. Танавар, Мунаджид, үлкен ойын, Бахар, Піллә, Бақта, Ләзге, Дельхирач, Шопан ойыны, Наманганның алмасы, Андыжан полкасы хам басқалар ұслар қатарына кіреді. Олар классикалық аяқ ойынларына айланған. Осы текарында аяқ ойыншылардың бірнеше әулетлары камалға келді. Аяқ ойын ұсыллары, шеберлік текарлары, харекетлер дізбегі әулеттен әулетқа өтіп жасап келмекте. Аяқ ойын
Кеңістіктегі көркем өнердің сондай түрі, онда көркем образ адам денесінің ритмикалық шөлкемлескен суретлеу хамде көркем харекетлері менен терең аңлатылады. Яғни еліміздің тарихында көркем өнердің барлық түрлері сияқты аяқ ойын өнерінің рауажлануына байланысты деректер аз санлы болса да ұшырасады. Мәселен, орайлық Азияда қола дәуірінің ақырлары хамде темір дәуіріндегі жәмиетлік сияси һәм мәдени өзгеріслерде Мұхаддес Авестода келтірілген мағлұматлар да аяқ ойын өнерінің әйемгі дәуірлерде ақ қалыптескеніне гуалық береді. Авесто бөлімдерінің діни маресімлік орынлау түрлері хамде оның орынлау ұсуларына диққат қаратылса, көркем өнердің басқа түрлері менен бірге аяқ ойын өнерінің рауажлануын да көруге болады. Мемлекетіміздің әйемгі қалалары Бактрия, Сагдиана, Хорезмнен табылған көптеген естеліктер өзбек аяқ ойын өнерінің әйемгілігінен дерек береді. Қалшаян, Айрытам, Далварсын төбе, Афрасияп сияқты қала қарабақханаларынан табылған затлар, дәлелдер де аяқ ойын өнерінің әйемгі тарихқа ие екенлігінен гуалық береді. Бактрия хамде соғыттан табылған естеліктер бірқанша болып олар қосық айту көріністерінде сәулелендіреді. Әйемгі туранда жасаған аяқ ойыншылар ұлы жібек жолы арқылы Рум, Мысыр, Шығыс Қытай, Корея һәм хатте Япония сияқты елатларда өз өнерлерін көрсеткенлігі хақында мағлұматлар ұшырасады. Аяқ ойыны өнері әсіресе Амир Темур һәмде Темурилер дәуірінде әдеуір рауажланған һәм гүлдеп жаснаған. Халық сейілері һәмде байрамлардың шөлкемлестірілуі нәтижесінде жәмиетлік майдан аяқ ойынлары пайда болды һәм рауажланды. Пайтақты есапланған Самарқандтың көркем бағларында сарай қабылаулары, байрам сейілері тұрақлы шөлкемлестірілген, халық аяқ ойынлары өткерілген. Испан елшісі Клавихода өзінің тарихи күнделіктерінде тартымлы һәмде көззал аяқ ойынларына айрықша тариф берген. Өзбек сахна аяқ ойын өнерінің пайда болуында, оның рауажлануында, гүллеп жаснауында һәм бүткіл дүнияға таңқ таратуында өзлерінің үлкен үлесін қосқан. Аяқ ойыны өнерінің ұлы данышпанлары ұста Алым Камилев, Тамара ханым, Мукаррама Тұрғынбаева, Юсупжан Қызық Шакаров, Исохор Оқилов, Разия Каримова һәм олардың шәкіртлерін еске алу орынлы. Олар өзбек халық аяқ ойыны өнерінің хақиқи жан күйерлер һәм пидайлар болған. Олардың өзбек аяқ ойыны өнерінің рауажлану жолында істелген машақатлы минетлері, іліми зерттеулері милли аяқ ойыны өнеріміздің бейбақа гауһарлары болып есапланады. Бұл аяқ ойынлар өзбек милли аяқ ойыны өнерінің мираслары топламы есапланады. Мұночат, рахат, тановор, пілла, бақта, үлкен ойын ұсылардың қатарына кіреді. Соны айтып өтуіміз керек, әрбір аяқ ойынының өзінің тарихы һәмде мазмуны, өзіне тән жылуасы һәмде көрінісіне ие екенлігі бәршемізге мәлім. Өзбек милли аяқ ойыны мектеплері харекетлерінің өзіне тәнлігі, һәр түрлілігі, нәзіклігі, байлығы менен ажыралып тұрады. Бұл харекетлердің аты һәмде түрлері болса жүдә көп. Яғни олардың әрбірі өз алдына формаға, суретлеу бояуына және де орынлау ұсылына ие. Өзбек халқының тарихи аяқ ойынын тіклеу бұл дәстүри аяқ ойынын классификациялау кестесін дүзу имканын берді. Яғни бұнда 3 аяқ ойыны мектебінің куәсі болуыңыз мүмкін. Бұлар Ферғана, Бұхара һәмде Хорезм аяқ ойыны мектеплері. Міне осы 3 ойын мектебіне тиеслі аяқ ойынлардың әрбірінің харекетлер мазмунын һәм хореографиялық пікірлеу текарында құрылғанлығын айрықша атап өтуіміз керек. Бұл мектеплерге тән аяқ ойынлар өз ұсулары, харекетлері, халатлары һәмде өз киімлеріне ие. Бұнан тысқары олардың әрбірінің өзіне тән мазмуны, сазнамалары, сезімлері, қалыптасу тарихы һәм орынлану ұсулары бар. Соның ішінде өзбек аяқ ойыны мектеплерінің әрбір өзіне тән нәзік сазнамалары һәм харекетлері менен ажыралып тұрады. Өзбек милли қос һәмде аяқ ойын өнерінің тарихын және де тереңірек үйрену һәм кең жәмиетшілікке үгіт насихатлау мақсатында 1930 жылы Самарқан қаласында Мұхиддин Қоры Якубов басшылығында студия шөлкемлестіріледі. Бұл студияда шебер өнер иелері һәм тарау қанегелері,
Usta Alim Kamilov, Yusufjon qizi Shakarijanov, Gavhar Rahimova, Kamil Yashin, Mutawakkil Burhanov ham boshqalar unir durdanalarida studentlarga saboq bergan. 1934 yil bo'lsa, oyoq o'yini taravunda kasblik kadrlarni tayyorlash maqsadida Toshkent qalasida birinchi balet maktab studiyasi shakllantirilgan. So'la yetib dastlabki O'zbekistonda oyoq o'yini unirining bilim beradigan kasblik o'quv o'rni paydo bo'ldi. Maktab studiyada belgili unir hayratkorlari, so'ng ishinde Tamara Xonim, Mukarrama Turg'unbayeva, Timurbek, Yelena Abuxova, Valentina Gubskaya ham Usta Alim Kamilovlar ta'lim bergan. 1939 ushbu maktab studiyaga Tamara Xonim ati berilgan. 1947 xoreografiya bilim shorti sifatida жұмыс ishlay boshlagan. 2020 bo'lsa prezident Shavkat Mirziyoyevning boslamalari bilan O'zbekiston mamlakatlik xoreografiya akademiyasi shakllantirildi. Akademiya quramida respublikalik xoreografiya xonalashtirilgan maktab internati kirgizildi. Shuningdek, akademiya janida Buxoro, Qarshi, Namangan ham Urganch qalalarida qanigilashtirilgan boshlash oyoq o'yini unir maktab internatlari shakllantirildi. 19-asr oxiri 20-asr boshlaridagi oyoq o'yini uniri haqida usi davrda jasab o'rgatuvchilik yetgan birinchi oyoq o'yini zertlovchisi Baxta Ferg'ana hamda Toshkent AYMG oyoq o'yinlari hamda oyoq o'yini ustalari haqida ma'lumotlar jinaydi. Unda u 20-asr boshlari hamda 20-yillarda Ferg'ana o'ypatligi, Xorazm ham Buxoroda xizmat boshlagan belgili oyoq o'yinchilar bilan uchrasadi ham suhbat olib boradi. Asrlar davomida o'nlagan dasturiy xalq ham kasblik oyoq o'yinlar plastikaning musunchilik turine tegishli bo'lib, ulardagi qadim taslavlar hech qanday ko'rkam anglatuvchilik ahamiyatga ega emas edi. Oyoq o'yin jubaylari arasidagi oyoq o'yin baylansi prinsiplarida ishlab chiqilmagan edi. O'zbek xalq hamda kasblik oyoq o'yinlari bo'lsa, xalq bayramlarida erkaklar tarafidan o'rinlangan bo'lsa-da, ularning har biri o'ziga tan o'zgachaliklarda jamlagan. Dastlabki massalik sahna oyoq o'yinlarida Tamara Xonim Slavian hamda Kavkaz xalqlari dasturlarini suyanib, bir qator sap, diagonal, do'ngirak usullaridan foydalanadi. Ko'rinishlarning ritm plastikalik musun siyahli turun shaklida, harakatlarda yumshoqlashtirdi. Oyoq o'yinlarining ko'rinishin 4-dival bo'lib turgan tomoshabinga burdi. Tamara Xonimning oyoq o'yini uniri xayol qizlar azatligini shahr sifatida maydonga kelgan bo'lsa, 30-yillardagi Mukarrama Turg'unbayevaning oyoq o'yini uniri o'sha harakatning gezakdagi bosqichini aylandi. Bu bosqich shig'iz xayollarining ko'rkam unirga umtiluvindagi battle qadimiyada. Mukarrama Turg'unbayeva oyoq o'yinlari xayol qizlarning jamiyatlik turmushga belsini aralasuvining o'znetan belgisi bo'lib ko'rindi. Mukarrama Turg'unbayevaning lirik qahramoni o'zbek xayolining azaliy fazilatlari hamda jo'xara yerk iqror bilan жаңалыққа, erkinlikka, azatlikqa umtiluvining belgisi bo'lib tabuladi. Uning lirikalik oyoq o'yinlari odamlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlaydi. Tabiiy bo'lganingday o'yinchilarning kelbeti baletmeysterlik qoidalar talabi bo'yicha emas, balkim ularning ishqi ruhiyati bo'yicha-da adillik baraberadi. 30-yillardagi kiyim, kiyinala o'zbek xayollarining dasturiy kiyimini aylandi. Sababi Tamara Xonim sahna uchun o'zbek xayollarining bayram kiyimini buyumlashtirgan ham bu kiyim bilan o'yinchilar 1925 yozda Parijdagi birinchi jahon moda o'yinlari ko'rgazmasiga qatnashgan edi. 30-yillarda oyoq o'yinining kiyimi ko'ylak, jingsiz hamda tar shalbardan iborat edi. Ko'ylak to'ri pishimli, ashiq shag'ali, o'rtacha uzunlikda edi. Kiyimlar xan atlas, ashiq rangli, krep, shifon siyahli gizlamalardan tikilgan. Ko'ylakning ustidan baxmal, parcha yamasa gilem gizlamasidan tikilgan qisqa jingsiz kiyilgan. Bu kiyimlar jinag'i xayollarning bayram kiyimi bo'lib, ol o'zbek kiyimi modasin quraydi. Keyin ala ko'ylak bel baravar yetirib, aslida keng burmeli yubka kiyila boshladi. Usi ikki turli pishim o'zbek xayollarining sahna kiyimini quradi. Birinchi o'zbek o'yinchilarining shug'ullari yuz minglagan odamlarni tan qoldirib, tomoshabinlar o'zini tortdi. Biroq o'yinchilarimiz jergilikli fanatiklardan qarshilig'iga uchradi. Ular o'yinchilarga qatang sharalarda ko'rdi. 20-yillarning oxirida birinchi o'zbek o'yinchilari Xalchaxon hamda Nurxon fanatiklar
тарапынан аяусыз өлтірілді. 1929 жылы Нурхан Юлдаш Ходжаеваны өлтіргенлер ашық судланды. Өзбек хаял қызлары бұндай наданлыққа наразылық білдіріп, артистлікке жазыла баслады. Мукаррама Тургунбаева педагогикалық техникумда оқып жүрген дәуірлерде ақ, яғни 1927-1929 жыллар аралығында театрда істеуді, аяқ ойыншы болуды арман етіп жүрген еді. Бұнда Нурханның өлімі оған жүді қатты тәсір етеді һәм ол өмірін көркем өнерге бағышлайды. Ол театр мектеп екенін түсінеді. Мукаррама Тургунбаеваның театр сахнасына шығуы көркем өнер алға қарай ұмтылып атырғанын, бұл процесі тоқтатып болмайтұғынын дәлелдейді. Оның көркем өнері инсанның сырлы кеуір кешірмелері сыпатында тамаша көйлерді көззалық дүниесіне таныстырды. Яғни, белгілі өзбек аяқ ойыншысы һәм балетмейстері Мукаррама Тургунбаеваның дөретушілік жолы өзбек хореографиясының қалыптасу басқышларын өзінде сәулелендірді. Өзбек музыкасы театрында жұмыс басылғаннан баслап 1936 жылға шекем болған дәуір Мукаррама Тургунбаева үшін өзбек аяқ ойыны мирасын үйрену һәм аяқ ойыны шеберлігін иелеу дәуір болды. Жас аяқ ойыншы жиынларда халық аяқ ойынларын атқарушыларды көп бақылады һәм олардың аяқ ойынлары Тургунбаева үшін өзіне тән сабақлық болды. Мукаррама Тургунбаеваның кәсіптік аяқ ойыншы болып жетілісуінде белгілі өнер иесі Юсуфжан қызық Шакаржанов, марғаланлы аяқ ойыншы Қымматхан Султанова һәм наманганлы аяқ ойын актрисасы Шарафат Сатайн ұстазлық етті. Ол музыкалы театрда ұста Әлім Хамде Тамара ханымнан сабақ алды. Дәп ұсыныларыменен біргелікте Ферғана аяқ ойыны мектебінің үлкен ойын саз пластикалық ұсыныларын үйренді. Өзбек аяқ ойынының һәр бір мектебі өзіне тән нәзік саз ырғақлары һәмде пластикалық бөлімлеріменен ажыралып тұрады. Кәсіптік аяқ ойыншылар аяқ ойын сыр асрарларын ұзақ жыллар дауамында үйренді. Аяқ ойынның ең апуайы техникасын иелегеннен соң оны орынлап атырғанда ұсылға түсу, қағидаға айланған формаларды еслеп қалу қатаң талап етіледі. Аяқ ойынды үйрену демді дұрыс жолға қоюды иелеуді де талап етті. Өзбек милли аяқ ойыны бұл халықтың қалбі, тарихы һәмде арманларының жылғалануы. Ол ата-бабаларымыздан бізге жетіп келген бейбаха мирас болып, халқымыздың тұрмысы, қуанышы, дәрті һәмде арманын көркем суретлейді. Ферғана, Бұхара һәмде Хорезм мектеплерінде қалыптасқан өзіне тән ұсынлар бүгінде халқымыздың рухи байлығын көрсетіп бермекте. Яғни Тамара ханым, Мукаррама Тургунбаева, ұста Әлім Камилов сияқты ұлы өнер шеберлерінің машақатлы минетлері милли бай өнерімізді дүниеға танытты. Бүгін болса Беғарез Өзбекстан сахналарында және де халықаралық майданларда өзбек аяқ ойыны халқымыздың абырайын һәмде мақтанышын көкелерге көтермекте. Сонда айтып өтуіміз керек, аяқ ойыны бұл бізді бірлестіруші, келешек әулетқа эстетикалық тәрбие беруші және де милли өзлігімізді сақлап қалушы милли өнер.